Қайырлы күн баршаңызға, баршаңызды бүгінгі біздің Түркістан балмұздақ рецепті бойынша 4-ші шығарылымдан көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Жалпы бүгінгі біздің шығарылым ерекше, несімен өйткені бүгінгі шығарылымда біз ағымдағы 2025 жылы біздің Түркістан балмұздақ рецептісін алып, Қазақстанның түкпір-түкпірінде, яғни өз өңірлерінде балмұздақ кәсібін бастап жатқандарды және бастағандарды, солардың тікелей байланыстарын, отзывтарын, видео, аудиоларын тыңдап бірге қарайтын боламыз. Не мақсатта? Әрине сіздерге, сіздер көрсін деген мақсатта, сіздер тыңдасын, видеосын көрсін, аудиосын тыңдасын деген мақсатта осы шығарылым шығып жатыр. Әр адам кәсіп бастамастан бұрын, балмұздақ рецептін алмас бұрын, балмұздақ кәсібін ашпастан бұрын, үшінші тұлғалардың, орысша айтқанда третий лицоның отзывтарын, видеоларын, аудиоларын тыңдағанды қалайды, және соны тыңдап болғаннан кейін, көргеннен кейін, яғни отзывтарды көргеннен кейін нақты өзінің ішінде сенімділік туады. Яғни осы рецепт шынайы екен, керемет екен, өйткені егер де мен бұл рецептті мақтай беретін болсам, әрине мен мақтай беремін. Ол натуральный, таза сүттен жасалады, су қосылмайды деген сияқты. Бірақ басқа жандардың да отзывтары тыңдап, адам бұл рецептке сенімділік ояйды. Сол мақсатта сіздерге арнайы бүгін шығарып жатыр. Әрине көп уақыт үзбей, ендеше достар, бастайық. Жалпы көп өңірден біз тұлғалардың аудио, видеоларын бірге тыңдайтын боламыз. Ендеше достар, бірінші Қызылорда қаласынан бастайық. Қызылордада бізде Гүлжанат деген ханым мороженое рецептісін алды. Шүкірге керемет қазір жұмыс жасап бастап жатыр. Жалпы алғашқыда бірінші рецепт алғаннан кейін әрине өздерінің бірінші дайындап көрді. Сол видеоны бірінші қарап жіберейік, тыңдап жіберейік. Нан дәмін өзім енді көрейін деп жатырмын. Сендерге қалай дәмі? Күшті? Нұртас қалай? Қазір өзім енді көремін дәмін. Ал, бисмилля. Береке бер. Мінекей осындай отзыв. Жалпы алғашқы дайындап көрген кезде, одан кейін міне бірінші күннің саудасы бойынша аудио тыңдап көрейік. Аудио 1,5-ға қойып қойын, әдейі тез болу мақсатында. Бүгінгіше общий бір 60-ға жетпесе де бір 50-дің үстінде бар өтем. Общий, или 60-ға жетті ма? По-моему, 50 мен 60-ның ортасында. Сол жаңа салғандар бар, поддержка деп, келіп атқандар бар. В общем, сондай. Біз әлі тұрмыз мына жерде. Жаңа күйеуімнің нелері, группаластары келді, коллективден бір-екі балдар келді, бала шағалармен. Сөйтіп енді поддержка етіп келіп атқандар бар. 60-ға таяп қалды өтем бәрі. Бәрінен сұрайын. Жеңдерді только шынайы отзывтарымды айтыңдар деп. Бәрі күшті, реально күшті дейді бәрі ше. Білмеймін, соған қарағанда реально күшті шығар. Бізден айттым ғой, конкурент бар деп. Даже олай алдын енді бір рет жек көрдім ғой. Тоже олардікі в принципе нормально, жақсы. Енді сонымен салыстырып айтыңдар деп. Осы жерде тұратындар бар ғой енді. Соныкімен салыстырғанда қалай десем, оныкінен жақсы, шоколадный вообще күшті деп айтып жатыр енді. Соған қарағанда негізі по-любому басқа адамның несі ғой, пікірі ғой бұл жерде деген. Реально күшті болса, күшті, значит. Өзіме де ұнайды негізі. Өзіме де ұнайды дейді. Гүлжанат ханымға сәттілік тілейміз. Келесі бізде Шымкент, шырайлы Шымкент қаласы, шырайлы Шымкенттен бізде Нұралы деген ағамыз ашты, видеосын жіберді, көрейік. Ассалаумағалейкум, Бекжан бауырым, қалайсыңдар? Шүкір, жақсы. Міне менің нелерім. Мынандай кішкентай рожок. Мынандай, сосын мынау 250 теңгелік. Мынандай нелер бар. Нан 200-ден сатып жатыр. Нан 300-ден сатып жатыр. Бізден Шымкент қой, арзандауға бәрі. Нанелерді 250 теңгеден сатамыз. Бетіне қандай нелер себеміз. Қандай сироптар құямыз. Соның өзі жаңағындай бағамыз 150, 200, 250, қана ғой 300 да қалсын нанен сәркін жылса қосамыз енді. Осындай болатыр жайлап үйірғаны. Бірақ массымен ұрып атырық. 30 литр, 25 литр. Кеше 22 литр істегенем, бүгін 32 литр ап келдім, құда қаласа. Соны көреміз енді. 32 литрден қазір бір 10
15 литр қапты ғой, уже ұрып тастады қалғанын. Ал сағат уже енді бір болып жатыр. Ертең 40 литр қылып шығарамын Құда қаласа. Мінекей осындай Нұралы деген ағамыздан Шымкент қаласынан видео отзыв. Осы жылы, ағымдағы жылы мороженое кәсібін бастап жатыр. Ол кісіге сәттілік тілейміз. Жалпы кәсіпте жүрген кісі кәсіпті біледі, қалай жасау керек екенін көрініп тұр. Видеоның өзінен қалай барлығын ұйымдастырып жағынан бәрін ол кісімен көріп қойған. Осы жерде, мынау осы жерде деген сияқты. Үшінші бізде Астана қаласы. Астана қаласында бізде Рахымжан деген жігіт, одан әрине қысқа нұсқа аудио. Да, мы вроде нормально. Жасап көрдік, жақсы. Жасап көрдік, жақсы дейді. Енді келесі кезекте бізде Орал қаласынан Салтанбай деген жігіт, ол ауылдық мекенде ашты, әзірге точкінде қойған жоқ. Онлайн жасап жатыр, бірақ қазір айтып отқан шыны керек результаттары өте керемет деуге болады. Соның аудиосын тыңдап жіберейік. Бекжан, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсыздар ма? Кеше бұйыртса істедік, 5 литрден как положено. Әдемі шықты, дәмді, керемет. Көп рахмет. Бұйыртса сатамыз ғой, жайлап бастаймыз ғой бұйыртса. Бұл аудио жалпы 5 литрмен жасап көрген сәті. Неге? Өйткені алғашқы рет болған аппарат келген уақытта ол жарты жалпы рецепт бойынша негізі 5 литрмен жасалып, арнайы біздің рецепт. Бірақ ол аппарат келген уақытта ешкімге сатпайтын болғандықтан мен оған айтқам 2,5 литрмен жасап көрдік. Сол кезде ол кішкене рецепт бойынша кішкене дұрыс шықпады ода. Сондықтан ол мен оған айттым, онда сен дұрыстап 5 литрмен жасап, келесі күні, ары күні, сосын ол 5 литрмен жасап көрді, сосын оған мен ұнады. Сол уақытысындағы аудиосы маған жіберген, бірден өзі жазып тұр. Содан кейін мінекей сауданың жалпы результаттары туралы айтқан видеосы тыңдап көрейік. Ауылдық мекенде онлайн жасап жатыр. Жақсы ғой, жақсы ғой. Ол қайда сіз, Ақтөбеде ме? Әлде Ақтөбенің өзінде ме? Біз деген ауылда бір күні ашылған күні күн салқын болып 46 мың жасадық. Одан екінші күні күн күшті болып 95 мың жасадық. Одан үшінші күні 55 мың, төртінші күні қанша 60 мыңдай ма? Шын кетіп отыр. Бәрі мақтап отыр рецепт. Мықты екен деп. Отзывтар страшно кетіп отыр. Халықтың аузында біздің мороженое әйтеуір мықты деп, ан жақтан келеді, мына жақтан келіп отыр әйтеуір. Бұйыртса үлкен кафешке ашылсақ, вообще жойынып тұр. Мінекей достар, осындай керемет шынайы кері байланыс, отзывтар, видео, аудиолар. Жалпы бұл кісілер шыны керек өздерінің өмірінде Аллаға шүкір жақсы саудаларын жүргізіп жатыр. Егер де сіз де дәл осы тұлғалар секілді өздеріңіздің өмірлеріңізде Түркістан балмұздақ рецептісі бойынша балмұздақ кәсібін дөңгелеткіңіз келетін болса, ашатын ойларыңыз бар болатын болса, маған тікелей хабарлассаңыз болады. Алдыңғы видеода айтқанымдай, осы жылға Түркістан балмұздақ рецептісінің бағасын өзгерткен жоқпын, қымбаттатқан жоқпын, барлығы сіздер үшін дәл сондай 150 мың теңге қалдырдым. Сонымен қатар осы жылы ғани 350 мыңнан беріп жатыр. Осы рецепті егер де маған келек шығатын болсаңыздар, дәл осы скидкамен 150 мың теңгемен алатын боласыздар. Тағы да ескертіп кететін жайт, жақында Айдана деген кісімен сөйлескен болатын, Қарағандыдан маған хабарласқан, рецепт алғым келеді, мороженое кәсібін бастағым келеді. Сөйтіп жүріп, қайдағы жоқ біреумен сөйлесіп, бір қыздан 150 мың теңгеге Түркістан балмұздақ рецептісі деп жалпы рецепт сатып алған болды. Сосын мен сөйлесіп көрген кезде маған жіберді, рецепттің заттары осындай қоспалары бар, осынша қосу керек деп. Сосын мен қарасам, нәтижесінде бұл Түркістан балмұздақ рецептісі болмай шықты. Соны мен сол Айдана деген кісіге келдім. Сондықтан да достар, рецепт алатын болсаңыздар, жоқ басқа рецепттерге орнып қалып жүрмеңіздер. Басқа рецепт алып қалып, сөйтіп ақыр түбінде ол кісі рецепттің дәмін келтіре алмайтынын деп маған айтып жатыр. Сондықтан да достар, есігім баршаңызға айқара ашық, көмек қолымды көрсете аламын. Телефоным бар, хабарласыңыздар. Бірге осы жылы мороженое кәсібін бастайық. Сіздерге максималды тұрғыда өзім барлық көмегімді көрсететін боламын. Баршаңызға саудаларыңыз жақсы жүрсін, табысты болсын деп тілеймін.